Құрметті достар, бүгін сіздерге ауыз ашарға арналған өте тойымды салат дайындап көрсетемін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Салат жасауға кірісеміз. Копченый индейканы соломка етіп тураймыз. Менде копченый индейка сырым. Піскен картопты ұзынша етіп тураймыз. Тәтті бұрышты осындай ақ жерлерін алып тастап, жіңішке етіп турап шығамыз. Свежий қиярды ұзынша етіп турап шығамыз. Жегенге ыңғайлы етіп тураңыздар. Маринадталған осындай корнишондарды қосамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Қалауыңызша қарабұрыш қоссаңыз болады. Жақсылап жуылған петрушканы осылай үзіп қосамыз. Майонез қостым. Греческий йогурт немесе 25%, 20% қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, бетіне картофель пай қосамыз. Мінекей салатымыз дайын. Картофель пайдың жасалу жолын описанияға сілтемесін қалдырып кетемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеода кездескенше.